Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін Наполеон самсасын жасаймыз. Жылы суға 2 шай қасық тұз саламыз, араластырып, тұзын ертеміз және шамамен 500 грамм ұнды салып, жұмсақ етіп нанелейміз. Салмасына 350 грамм тартылған ет, паприка, тұз, қара бұрыш, 2 пияз және қойдың құйрық майын турап қосамыз. Нанды 2 бөлікке бөліп, жұқа етіп жаямыз. Жайылған нанға жұмсақ сары майды толығымен жағып шығамыз. Содан кейін осы бірінші май жағылған қамырдың үстіне екінші қамырды да жайып орналастырамыз. Және де осы жайылған екінші нанның үстіне де жұмсақ сары майды толығымен жағып шығамыз. Майды көбірек жаққан сайын біздің қамырымызда соншалықты жұқа, жұмсақ, нәзік болып шығады. Майды жағып болғаннан кейін рулет түрінде орап, тоңазытқышқа шамамен 1 сағатқа қойып қоямыз. Нанымызды видеодағыдай кесіп, шелпектер жасаймыз. Салмамызды салып, самсаларды түйе бастаймыз. Дайын болған самсаларды пергамент қағазына саламыз, бетіне жұмыртқа жағып шығамыз. 180 градуста қыздырылған пеште 35-40 минутта піседі. Және де дастарханда ерекше болып тұрсын десеңіз, самсаларды осылай тігінен орналастырып пісірсеңіз, дастарханда ерекше әдемі болып көрінеді. Видео ұнаса, комментарий жазып, лайк басыңыздар. Келесі видеода кездескенше.